Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Қайыпберген Жадыра. Бүгінгі видеода презентация жасауға арналған топ 3 платформамен таныстыратын боламын. Әр платформаның жасалу жолы өте оңай, 3D форматта болады. Егерде осы платформалармен танысқыңыз келсе, онда видеоны соңына дейін көріңіз, каналыма тіркеліп, колокольчикті басып отырыңыздар. Және де мен таныстырғалы отырған платформалармен жеке-жеке танысқыңыз келсе, онда описание бөлімінде тұрған сілтемелерге өтіп, видеоны көрсеңіздер болады. Алғашқы таныстыратын платформа Prezi деп аталады. Бұл платформа мінекей осылай ашылады. Ашылған бетте бірден сіздердің бұрын соңды жасаған жұмыстарыңыздың барлығы шығып тұрады. Және басқа адамдардың да жасаған жұмыстарын көріп, өзіңізге ыңғайлы етіп өзгеріс жасап алсаңыздар болады. Бұл платформаның бір ерекшелігі мінекей 3D форматта көрінеді. Келесі деген стрелканы басатын болсақ, мінекей бірінші бет ашылады. Мұнда өзім туралы ақпарат және сурет тұр. Осы менің суретімнің үстінен басқан кезде менің инста парақшам ашылатын болады. Яғни мен осы инста парақшамның сілтемесін қойып қойғамын. Енді келесі батырманы басқанда YouTube туралы ақпарат және YouTube'тағы мінекей мына бір видеом шығып тұрады. Яғни видео, сурет, аудио жазба, PDF файл, түрлі иконкалар және де әртүрлі смайликтер барлығын қоя беруге болады. Одан кейін жалғыз бұл инста парақша немесе YouTube'қа сілтеме емес. Мысалға сіз кез келген бір платформа арқылы ойындар жасайтын болсаңыз, сол әр ойындарыңыздың сілтемесін осында вставить етсеңіздер болады. Яғни суреттің үстіне, иконканың үстіне, немесе жазудың үстіне де сілтеме етіп қойып қойсаңыздар болады. Мынау енді екінші мысал. Бұл жерде де мында тұрған әрбір суреттің үстіне мен сілтеме қойып қойғанмын. Сіздерге тек тез көрсету үшін осы тез жүргізіп жатырмын. Мұнда тұрған артық элементтерді өшіріп тастауға немесе жетпей жатқан жағдайда қосымша қосып қоюға да болады. Келесі таныстыратын платформа бұл Amaze деп аталады. Осы платформада жасаған өзімнің бір жұмысымды көрсете кетейін. Бұл тапсырысқа қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғаліміне жасағаным. Мұнда миға шабуыл деген жазудың үстінен және мына анаграмма деген жерде мынау карандаштың үстіне бассаңыздар, бұл кісінің Wordwall бағдарламасында жасаған ойындарын көре аласыздар. Мінекей бөлме ішінде 3D объект болып әдемі көрініп тұрады. Мысалға, мына жерде Бауыржан Момышұлының даналық сөзі деп тұр. Бұл жасанды интеллект арқылы жасалған видео, яғни ол кісінің суретін алып, бұл да тапсырысқа жасағаным, соны сөйлету керек. Мұнда 49-шы жаттығудағы мына тұрған текстті Бауыржан Момышұлы айтып шығады. Мінекей осындай әдемі 3D форматта Amaze платформасы арқылы мінекей осындай әдемі презентация шығаруға болады. Әрине бұны жүргізіп көрсетуге интернет қажет болады. Мінекей жалғыз сурет емес, мінекей осындай видеоларды да қоюға болады. Түрлі суреттер қоюға болады. Мінекей өте әдемі 3D форматта жасалатын презентация жасалу өте керемет платформа. Енді үшінші платформа көпшілігіңізге таныс Canva платформасы. Бұл платформада презентацияның түрлері өте көп. Әлеуметтік желіге арналған сурет, видеолар да бар. Басқаша мобильді видеолар, YouTube'ға арналған видеолар, түрлі сайтта жасауға болады. Бұның ішінде енді дайын тұрған дүниелер өте көп. Мысалға, ең бірінші бетте ашқан кезде последний дизайн деген жерде сіздің бұрын соңды жасаған суреттеріңіз, видеоларыңыз барлығы шығып тұрады. Ал егерде именно презентация керек болса, онда жаңа жоғарғы жақта тұрған менюлардың ішінде презентация дегенге барамыз. Бұл жерде презентацияның түрлері енді шексіз өте көп. Әсіресе тегін түрлері өте көп. Мына жерден посмотреть все дегенді басып, әрмен қарай көре берсеңіздер болады. Және астында презентация игр деп тұр. Яғни дайын тұрған анимациясы да барлығы дайын тұрған ойын түріндегі презентация бар. Соны да пайдаланып оқушыларыңызға ойындар құрастырсаңыздар болады. Мінекей біреуін аштым, посмотреть все деп қараңыздар, барлығы тегін почти. Мұнда сары коронаның суреті тұрғандар, олар ақылы түрдегілер. Жылына онша көп төлемейсіздер,
ақы төлеп те пайдалана берсеңіздер болады. Енді мына жерде все шаблоны деп тұр сол жақ шетте. Соны басатын болсаңыздар, одан да көп түрлі дүниелер таба аласыз. Немесе еще дегенде бассаңыздар, жоғарыда мінекей инфографика шығады. Егер де сіз кітап жазып жатқан болсаңыз, оған обложка таба аласыз. Суреттерден фотоколлаж жасауға болады. Егер де өз әлеуметтік желіңізді әдемі жүргізгіңіз келсе, онда пост жасауға арналған әдемі суреттер, стористер салуға арналған әдемі суреттер, видеолар барлық бар. Және де диаграмма да жасауға болады, инфографика да жасауға болады. Мұнда жалпы бұл Canva-ның кез келген сала маманына беретін мүмкіндіктері өте көп. Сіздерге осы 3 платформаны да ашып, көріп, осы үшеуімен де жұмыс жасап көруге кеңес беремін. Егер де менің сіздерге осы таныстырып өткен 3 платформам ұнаған болса, онда міндетті түрде видеоға лайк баса отырамыз. Және де бұл Canva платформасы арқылы сіздер сертификат жасаласыздар. Мінекей қараңыздаршы, түрлі салаларға, мысалға түрлі мерекелік іс-шараларға сертификат іздесеңіз, осы платформадан таба аласыздар. Және де жасайтын жарнамаларыңыз болса, мінекей буклет, флайер деп тұр, мінекей осылардың ішінде мінекей тіпті плакат та бар, видео да бар, мінекей резюме де жазуға болады. Және де логотип жасауға болады. Егер де өз идеяңыз болса, басынан бастап та өзіңіз жеке құрастыра аласыздар. Және де қазір хит болып жатқан тойға шақыруларды осы Canva арқылы жасап, табыс тапсаңыздар да болады. Егер де осы платформалардың әрқайсымен жеке-жеке танысқыңыз келсе, онда описание бөлімінде тұрған сілтемелерге өтсеңіз болады. Ал егер де осы ақпараттарым сіздерге пайдалы болған болса, онда міндетті түрде достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Түсінбеген тұстарыңыз болса, онда комментарийге жаза кетіңіздер. Мен сіздерге жауап беретін боламын.